Ассалаумағалейкум қазақ елі. Жалпы қазір сапарда жүрмін. Бірақ мынау әлеуметтік желіде мен 70% тілге қатысты айтылды деп, соны талқылап жатқан кісілермен көріп жатырмын. Оны қолдап, дұрыс мағынада түсінуге шақырып жатқан кісілер де бар, Алла разы болсын. Енді сіздерге айтарым, жалпы ол жердегі айтылған мәселе, жалпылама қазақ тіліне арабтан кірме сөздер бар екен туралы айтылды. Бірақ соның ішінде мынау біздің діни білімге қатысты және осындай діни құлшылық жасауымызға қатысты 70% сөз арабтан кіргенін айттым ол жерде. Ол жерде мен соны меңзеп, соны айтып жатырмын. Жалпылама мынау қазақ тіліндегі лексикаға қатысты мәселе емес ол. Ол белгілі. Жалпы біздің қазақ өте бай тіл екендігін біз білеміз. Оны әрдайым мақтанып айтып жүреміз. Біздің тіліміз өте бай тіл. Бірақ жалпылама қазақ тіліндегі сөздің 70% оған ондай мағына емес. Ол жерде жалпылама арабтың сөз кіргенін айттым, және сондай мысалға мынау ұстаз, мешіт, медресе деген арабтың сөздері бұл діни құлшылық жасауға қатысты осындай сөздердің 70% кіргенін айттым ол жерде. Қалған парсыдан кірген, мысалы намаз деген парсыдан кірген сөз, түріктерден кірген сөз бар. Сол арқылы демек біздің жалпы осындай құлшылыққа қатысты жасап жатқан амалдарымыздың сол қолданып жатқан сөздің 70% сол арабтан келген екенін айттым. Соны дұрыс түсінуге шақырамын, құрметті қазақ елі. Олай сөзді бұрмалаудың қажеті жоқ. Мен соны айтушы ретінде ешкімді ақталып тұрған жерім жоқ, бірақ соны мен қазір көріп қалдым да, жалпы интернет желіде осындай жазып жатқандарыңызды ондай бұрмаламауға шақырамын. Біздің қазақ тіліміз өте бай тіл. Сол себепті еліміз тыныш, жұртымыз аман болса.